Саламатсың ба оқушы? Бүгінгі сабағыма қош келдіңіз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қазақтардың ру тайпалық құрылымы. Балалар, олай болса, бүгінгі сабақта біз қазақ қоғамындағы ру тайпалық ұғымы және осы ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз туралы білеміз. Балалар, экранға назар аударсаңыздар, картада ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз руларының аймағы берілген. Бұл картаға біз әлі ораламыз. Олай болса, балалар, қазақтар жүзге бөлінген. Олар яғни 300-ге. Оның ішінде ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Жалпы 300-дің қазақтары бірімен бірі туыстық қатынасы бар екенін, этникалық аумағының және тілінің бір-бірімен ортақтас екенін түсінген. Ал ағайынды ағарыс, бегарыс, жанарыс бұл ұлы жүз, орта жүз, кіші жүздің арғы тегі болып саналады. Қазақтар арасында тегі бір екендігі туралы ұғым қалыптасқан. Балалар, ұлы жүзді картадан белгілейік. Яғни ұлы жүз жетісумен батысқа қарай жердің барлығын осы ұлы жүз иеленген. Келесі картадан қарайтын болсаңыздар, мына қызыл аймақпен берілген бұл ұлы жүздің иелік еткен жерлері. Жалпы ұлы жүздің құрамына кірген тайпаларға тоқталатын болсақ, ол Жалайыр, Дулат, Сарыүйсін, Шапрашты, Албан, Суан, Ошақты және Қаңлы, Шаңшқы, Сіргелі, Ысты болып бөлінеді. Жалайыр тайпасынан ертеде Моңғол әскерлерінің әскер басылары шыққан. Кейін Жалайырлар ұлы жүздің ірі руларының біріне айналды. Келесі бір тайпа ол Дулат тайпасын айтуға болады. Дулат тайпасы осы жетісуды мекендеген ірі тайпалардың бірі болды. Ал үйсіндерге келетін болсақ, ұлы жүздің руын қазіргі кезде кейбір ғалымдар үйсін атауымен сәйкестендіреді. Яғни ол тарихта үйсін деп те кездеседі. Орта жүзге тоқталатын болсақ, балалар, орта жүздің иеленген аймағын белгілейік. Картаға назар аударыңыздар. Орта жүз солтүстік, орталық және шығыс Қазақстанды иеленді. Мына картаға көңіл аударсаңыздар, сарымен белгіленген осы орта жүз руының иеленген жері. Орта жүзге жататын тайпалардың бірі бұл арғындар. Арғындар бұл жүздің аса ірі тайпалық бірлестігі. Олардың көшіп қонатын жерлері Сарыарқа кеңістігінде орналасты. Арғындарда әртүрлі генеалогиялық аңыздарға сүйенген күрделі құрылым бар. Наймандар. Қазақстанның шығыс бөлігінде Алтайдан Жетісу, Алатауға дейінгі жерлерді және бүгінгі Қызылорда облысында көшіп қонып жүрген. Орта жүз руларының бірі Қыпшақтар. Қыпшақтар арғындар қонысынан батысқа қарай Тобылдан бастап Сырдарияның төменгі ағыстарына дейінгі сол жерлерді көшіп қонып жүрді. Қазақ қыпшақтары орта ғасырлық қыпшақтардың арғы тегі тікелей байланысты. Солтүстік және солтүстік шығыс Қазақстанда керейлер көшіп қонып жүрді. Олар әрине керейіттер де болуы мүмкін. Алайда жергілікті болуы да мүмкін. Керей этнонимі басқа да ру тайпаларда кездеседі. Келесі тағы да бір ру ол уақ болып саналады. Уақтар Қазақстанның солтүстігінде Торғайдан Алтайға дейінгі аралықты көшіп қонды. Орта жүз аумағының оңтүстік бөлігін ірі Қоңырат иеленді. Қоңырат атауы осы орта ғасырлық жазба деректерінде жиі кездеседі. Кіші жүз, балалар, батыс аумағын иеленді. Яғни келесі картаға назар аударсаңыздар, мына жасыл түспен белгіленген осы батыс Қазақстанды иеленген кіші жүздер болып саналады. Кіші жүз қазақтары үш ірі ру тайпалық бірлестікке бөлінді. Ол Әлімұлы, Жетіру және Байұлына. Олар бүкіл батыс Қазақстанды иеленді. 6 аты Әлімұлы бірлестігіне Шекті, Төртқара, Шөмекей, Кете, Қаракесек және Қарасақал рулары енді. Келесі кіші жүздің тайпасына ол Жетіру болды. Және Жетіруға Табын, Тама, Кердері, Төлеу, Керейіт, Жалғабайлы және Рамаданнан
тұрады. Ал бай ұлының құрамына 12 ру, яғни Шеркеш, Ысық, Байбақты, Масқар, Алаша, Қызылқұрт, Тана, Алтын Жаппас, Беріш, Есентемір, Таз, Адай кіреді. Шежіреге сәйкес бұлардың барлығы Қадыр Қожа бай ұлдарының ұрпақтары болып саналды. Балалар, олай болса, келесі тапсырмаға өтейік. Сіздердің алдарыңызға тірек сызба берілген. Осы тірек сызбаның ішіне қазақтардың ру тайпалық құрылымын көрсету керексіздер. Сіздерге 2 минут уақыт беріледі. Уақыт аяқталды. Олай болса, балалар, жауаптарыңды тексерейік. Жүздер қаншаға бөлінді және жүздерді ата? Жүздер 300-ге бөлінді. Ол ұлы, орта және кіші жүз. Келесі тапсырма, балалар, жүздердің мекен еткен аумағын картаға белгілеп және астында көрсетілген тор көздерге жазу керексіздер. Сіздерге 2 минут уақыт беремін. Олай болса, іске сәт. Балалар, уақыттарың аяқталды. Онда тексерейік. Яғни, айтылып кеткендей, ұлы жүз, орта жүз және кіші жүзді біз белгілеп көрсеттік. Енді, балалар, келесі тапсырма осы жүзге жататын тайпаларды 300-ге бөліп атап шығыңыздар. 2 минут уақыт беріледі. Уақыттарыңыз аяқталды. Онда жауаптарыңызды тексеріңіздер. Орындаған тапсырмаларыңыз дұрыс деп ойлаймын. Олай болса, балалар, қорытындылап кетейік. Қазақтардың ру тайпалық жүйесі маңызды рөл атқарды. Өйткені ол қазақтардың этнос ретінде ұйымдасуы мен бірлесе өмір сүру тәртібін реттеді. Осылайша, даладағы тәртіппен қазақ мемлекеттілігінің өмір сүруіне мүмкіндік жасады. Қазақтардың саяси ұйымы 300-ге біріккен ру мен тайпалар иерархиясы түрінде құрылды. Ұлы, орта және кіші жүздер ортақ шежірелік дәстүрмен қазақ елі болып бірікті. Балалар, олай болса, маған кері байланыс жасайық. Нені білдім, нені үйрендім, нені толық түсінбедім, немен жұмысты жалғастыру қажет. Осы кері байланысты сіздерден күтемін. Сонымен сабақ аяқталды. Қош, сау болыңыздар.